Ассалаумалейкум достар. Өзіңіз көлік таңдап жүрсеңіз немесе Грузия автобазарына барып көлік таңдасаңыз сізге міндетті түрде осы құрал қажет болады. Бұл құралдың аты толщиномер. Қолымда Etari 555 моделі. Бұның одан да жақсы Etari 300 моделі бар. Бұның функциялары: ночной цвет, таблосы жанады, автокалибровка, баст процесс, автокалибровка кетті. Осындай ультрафиолет цвет. Және де бұл уже ручной калибровканың настройкалары сізге қажет. Жалпы мен автоэксперт емеспін, бірақ білген информациямен бөлісіп кетейін. Әрбір машинада страна производителге байланысты, то есть өндіруші елге байланысты красканың қалыңдығы бөлінеді, ойнайды сәл. Мысалы, неміс автокөліктерінде сәл қалыңдау болады, ал жапон көліктерінде сәл жұқалау болады деген сияқты. Мысалы, өлшеп көрейік. Volkswagen Jetta автокөлігінде 149 микрон көрсетіп тұр. Бұл деген заводской көрсеткіш бұл автокөлікке сәл қалыңдау. Мысалы, Toyota Camry'де 100 микрон, бұл уже норма өсіп. Бір визитка бар қолымда, бір визитка салып өлшеп көрейік. 482 деген сөз, бұл автокөлік уже шпаклеванный. Екі бүктейміз, 791. Тағы да бүктейміз, 1000 микрон. Тағы да бүктейміз. Примерно ненің қалыңдығын көрсетіп тұрғандай. Қандай көрсеткіш көрсетсе, значит, бұл сіз ешкім қалың шпаклевка уже алмайды толщиномер. Тағы да ескеретін жағдай, машинаның автокөлікте проемдерінде, стойкілерінде всегда көрсеткіші аз болады. 107 көрсетіп тұр. 102 көрсетіп тұр. Мысалы, Toyota'да 70, 80, 90 көрсетеді. Бұл тағы да ескере кететін жағдай. Мысалы, Тайвань запчасть болуы мүмкін Грузия базарларында. Китайский запчасть болуы мүмкін детальді. Оны қалай ажыратамыз? Мысалы, заводской Toyota'да 100 көрсетсе, тайваньский запчастьтер 70, 50, 60 микрон көрсетеді. Значит, бұл Тайвань деген. Тағы да екінші признак бар тайваньский деталь, оны кейін айтамын. Ана айтқандай толщиномерді 100-ден 160 микронға дейін көрсетсе, бұл заводской қарас. Әрбір маркаға байланысты кішкене ойнайды. 200-300 микрон болса, ол паричный окрас. 300-ден жоғары 400, 500, 600 кетсе, 1000-2000 ол уже шпаклевка. Тағы да лайфхак. Тайваньский деталь болса, мысалы машинада біріншісі маған толщиномермен айырамыз. Toyota Camry автокөліктерінде көбінесе мына жерде пластмасс заглушка болады. Ашып қарасаңыз, рұқсат сұрауға Made in Taiwan дейтін жазу болады. Капот, мысалы, тайваньский болса, Made in Taiwan дейтін жазу болады. Капот сосын жеңіл болады. Моторға мән бермейміз. Өзінің көлігін жумай бұл мотор. Лобовойға келетін болсақ, ауысқан лобовойда Toyota'ның оригинал болса, Toyota жазу болады. Ауысқан болса, басқа фирма тұрады. Басқа фирма тұрса, значит, ол ауысты деген сөз. Бұған да енді айтып, сен ламайт ету болады кішкене. Мына жерде бізде вин-кодтың наклейкасы болады. Осылай ультрафиолетпен қарауға болады. Егер бұл вин-код переклеивать етсе, жыртылып басқа вин-код тағылса, ол жерінен қарайсыздар. Қисық болса, значит, ол ауысқан деген сөз. Соңында айта кететін жайт, толщиномер бұл тек сізге көмектесетін құралын ескереміз. Машинаны таңдаған кезде полный өзіңіздің чутьеңізге сеніп, машина танымасаңыз, машина танитын адам алып қасыңызға полный тексеріп аламыз. Онда артына соғылса, артына ашамыз, запас тұратын жердің бәрін қараймыз. Қалай тартылды, қалай жасалды, бағасына стоит. Подъемник болса, подъемникті өтеріп, айдап, коробкасын бәрін тексеріп, бұл уже үлкен. Былай қарағанда наука ретінде де. Сол үшін жақсы көлік бұйырсын. Грузия автокөліктерінде жақсы көлік сізге табылсын.